Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, қалайық? Қазіргі дерек, сенсациялы дерек, тарихи дерек, алтын ордаға қатысты дерек. Бұл деректі жаппай бөлісіп отырыңыздар. Себебі қазір TikTok өзі видеоларды халыққа таратпайды, тек қана ол сіздердің ұйғарымдарыңызға қатысты. Осыдан 220 жыл бұрын Мәскеуге ағылшындардың Реджинальд Хебер деген епископы, діни қызметкері келеді Мәскеуге. Содан Мәскеумен танысады. Содан Мәскеуде Кремльдің ішіндегі Қытай қалашығына барады. Сол кезде ол Успенский собор бар ғой, қазіргі Мәскеудегі. Содан кейін екіншісі Архангельский соборы дейді. Соның екеуінің бұрын мешіт болғандығын анықтайды. Ол мешітті Батухан тұрғызған деп жазыпты. Бұл деректің барлығын міне экрандарыңызда көріп отырсыздар. Сол кітаптың парақшасы, мұқабасының беттері барлығы міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл деректі Айбек Жүрмұхамед деген азамат тауып отыр. Мықты зерттейді ол жігіт, молодец, рахмет ол кісіге. Бұл сенсациялық дерек. Бұны хабар немесе Қазақстан телеарналарында көрсетпейді. Себебі Ресейдің фальсификат етілген тарихының арты ашылып қалады, түбі көрініп қалады. Сондықтан бұны бірде-бір профессор, тарих ғылымының докторы не болмаса журналист оны ресми түрде жария етпейді. Бұны жария ететін болса ұят болады, енді ыңғайсыз жағдай болады. Ал шындығын келген кезде жаңағы Қытай городок деген, ол негізінде Хатай городок. Біз алдыңғы видеоларымызда айтқанбыз, Шыңғыс хандардың алғашқы мемлекетінің аты Хатай болған. Хата, яғни Хатай деген, Қытай деген сөз қазақша, ол Найман мемлекетінің бір аты болатын. Мен сіздерге алдыңғы видеомда көрсеткем. Найман деген ол рудың аты емес, ол 8 ұлыстан тұрған. Найман деген Шыңғыс ханның тілінде 8 деген сөз, 8 ұлыс. Сол 8 ұлысты мемлекеттің төре деген бөлімнен шыққан. Жаңағы күшлікті, Таян ханда, Уан ханда, Шыңғыс ханда, Дай шешенді қоңыраттардың барлығы соның ішінде болған төре ұлыс. Оны қытайлар патшалар тайпасы деп атаған, және европалықтарды патшалар тайпасы атаған. Сондықтан қалайық, осы видеоның бөлісіп отырыңыздар. Бұл тарихи тың дерек, жаңадан жария етіліп отырған. Рахмет.